Тұршы еще не істеватсың, халық күтіп отыр, келесі выпуск түсірмейміз. Кеттік жүр. Асаба Продакшн. Что не сделаешь ради проекта. Деген осы, короче, сәуірдің 54-і, біздер ойылдамыз. Утрянкеге кеш шығып қалдық. Но ничего, зато кешке дейін балық аулаймыз. Біздер ойыл елді мекені Амангелді қайындыдамыз. Біз бүгін ауылдың жігіттерінің қонақ жайлы екендігін дәлелдейтін боламыз. Біз бүгін Нұртілек бауырымыздың үйіндеміз. Пока қайықты үрдеген шауға тапсырып қойды. Әрі қарай қызық қойынттан сияқты. Нұртілек едіге декор. Қазір альбатрос қайығына мініп, қасына сакон алып, мына суды зерттеуге барады. Өмірде мылтық бірінші рет көрген балалар. Бірақ әкесі НВП-да сабақ береді. Неге бірінші рет көрген? Өйткені НВП ағайларында кірген ағаштан істелген автоматтар болады. Мына одноствольный 12-й калибр. 12 патрон саласың. Болды, все заряженный. Предохранитель аласың и баш бересің. Кетті. Ребята, кетті. Тараңдар, тараңдар ол. Бұл наркотик сияқты ғой. Любой охотник порктың иісін сағынады ғой. Қысылып жаным, жүрегім қиып, жүре алмаспын жаным сені өзгеге қиып. Давай, сакон мен бүйтіп қарап тұрам, сен бас. Біреулер келер, біреулер кетер, сонда жаным сен болмасын қасымда егер. Нұр шашқан күндер, жұлдызды түндер, бәрі де бекер. Жігіттер, базарға қош келдіңдер ауылға. Қош көрдік. Жағын қарыстырды шықты. Біраз дайындалдық біздер. Бір жарым жер. Ойбай, үйрек дейді, мына қара. Мұнда ке. Давай қазір бір ойын ойнайық. Короче, мен бір патрон салам, 30-ға дейін салайым. Сендер қашып үлгересің, қашасыңдар, короче. Сендерге қарай атам. Кімге тиет? Соған, короче, тиет. Осымен контент бітті. Охота да негізі. Үйрік аты көріп қойды, дұрыстар, кайф.
көшеде тұрдың ба, сол көшеде тұрдың ба? Білмеймін мен уже. Мен фермеде тұрдым ғой ана жерде. Аржан. Ауылдың бір жақсы жері осы. Ауылды қимай жылаймын ғой. Прикинь. Әлі жылап жүрмін ғой. Егер сен ауылда қалып қойсаң, мысалы цыган, мысалы сен ауылда, осы ауылда қалып қойдың, мысалы көшпей қалды әке-шешең, немен айналысатын едің? Номер 1 тамадып отырдым. Ауылда соперник жоқ қой біріншіден. Мен ауылда қалып қойсам, первый учет мына трактор тонировкілеп аламын. Ауылдардың. Қой сою білесің ба? Мен ба? Бауыздау келемін, ары қарай ана сері ашу дейтін. Қой сою білесің ба? Білем. Конкретно от начала до конца, да? Білем, бірақ бездерін ала алмаймын. Болды ғой, бездерін ала алмасаң қой сою білмейсің ғой. Қой сою білесің ба? Қой деген не десің? Бұның бәрі қызықты сәт. Сол қызықты сәт осы жаққа қонақ қылып жатқан біздің қонағымызды қарсы. Иә, жалпы қайша ауыл туралы конкретно әңгіме айтып беретін. Біздер дейтін күтте өмір сүрдік қой. От души ауылда әлі күнге дейін өмір сүріп жатқан ауылдың хитмені ерекше жан. Ауылбай бауырымыз. Ол кәсіпкер жігіттер. Хозяйствосы бар, кәсіпкер. Қожалығы бар, иә? Қожалығы бар. Өзі бизнесмен. Киіз үй құрады, ауылда киіз үй құрады той садақаға. Студент кезінде Ақтөбеде оқып, ол да тамады оған, өнер саласында оған, қазірде оның бәрін қойған. Отбасы, 2 Я тамадылықты қойған несерьезный нәрсе екенін түсінемін. Қарсы алыңыздар. Анам алдың алқасы айды. Нұртілек. Алдарыңыздан Нұртілек. Уалейкум ассалам. Я бір тасталда учишь. Давай, Нұртілек, едіге көрдіш. Нұртілек деген осы үйдің қожайыны. Қарсы алыңыздар. Охотник, рыбак, бизнесмен. Трактордың қожайыны. Қош келіп жатсыңдар. Қанша жыл болды тұрып жатқанына? 28. Өзің нешедесің, брат? 28-тен. Дым түсінбейтін болса. Қалай ауыл ел аман? Шүкір. Ауылда не хабар, не жаңалық болып жатыр? Асфальт не деп жатыр? Газ қашан келеді деп жатыр? Асфальт бейді салынады бұйырса. Газ проблема. Ол жоқ Пока па? бар негіз, планда бар, бірақ қазір емес 25-те деді ма, біз жаққа келеді. Бағарып Қазақстан дамыған елу ел деп айтады. Осындайды көрген кезде шын кетті шамалы. Мына ауылда газ болса көп ешкім көшпейді ғой, былай қарап тұрсаң. Мына фермеде 2 үй қалдық қой мына қара міне. Міне жерде, мына жерде жоламан деген. Кезінде осы жерде болған. Бүкіл үйдің бары мына совхоз деп айтады жаңа. Совхоздағы полный үй осы жерде болған. Былай қарап тұрсаң, трассадан Саралжыннан 23 километр ғой. 23 километр труба деген дым емес қой да. Газ кіріп тізгізіп тастасаң, ауылдың тұрмысы жақсарады да. 23 километр. Түрлері әбіржемейді уже, қиналмайды. Таңертең қыста тұрып, отын салып, вертяк болмайды. Заман талабына сай өмір сүрсе бар ғой. Итак, производство жоқ мысалы Қазақстанда. Тек қана тазик шығаратын заводымыз ашып қойды. Оған да шүкір, производство жоқ. Біздің қолымыздан келетін мал шаруашылығы, егін ғой. По идее біздің байлығымызды ауылдың адамдары істейтін шаруа. Мына жақта жоқ, мүмкіндік істейтін. Қалаға кетеді да, и батыста стройкеде жүр мысалы. Выживать етіп кетеді адамдар. Вообще кредит деген нәрсені білмейтін адам қалаға барады, вертяк бастады, кредит алады, и кәдімгі баяғы менің өміріме түсіп алды. Баяда осы Жер, натурпродукт. Бізде сол ғой, газ жоқ, проблема бастады, су жоқ, проблема бастады, свет жоқ, проблема бастады, из-за этого выживание. Ауылға әкім де қажет жоқ, әкім деп қойып қояды ғой. Мен әкім қылып сайлаңдаршы, мен бар ғой, дым істемей жатамын ғой. Үйректің бәрі қырам. Енді саған былай сұрақ болсын Нұреке да, ауыл да, мысалы ауыл ғой, бәрі айтады қалаға көшіп жатыр, анау сен не ұстайды айтшы ауылда? Бірінші лан туған жерің ғой енді, екінші не ұстап тұр сен ауылда? Қалаға кетіп қалмауға айтшы. Келіншегім барғысы келмейді. Айтшы, күшті андай медлякпен айтатын әңгіме болсын шосын. Ол қаланың өмірін білмеймін, жалпы қалада 1-2 жыл шығар өмір сүрген. Бірақ қалада өмір сүре алмай қалатын сияқтымын бар жалпы. Финансы жағынан ба? Финанс болсын, басқа жағынан енді өмір сүресің ғой, финанс жағынан именно сол жағынан кейін. Ол қиындап кететін сияқты. Біздер мысалы қалаға барсаң бір максимальный ақшамен барасың. Сосын 5 күн ғой, ақшаң бітеді. Ешкім хабарласпайды, цыгандар телефон алмайды. Сосын ауылға қарай уже көлік іздейсің. Сосын братаннан адамдардан 2000 теңге сұрап алсаң ауылға жетіп қаласың ғой, сол қалды ғой. Сен қалада болды. Жоқ, Нұртілек маған қалаға бір келгенде айтады да, не істеусіңдер дейді. Бәрі, жаба таң атпай тұрасыңдар, шауып кетесің. Мен миым ашиды дейді ғой маған. Қалада мен миым ашиды дейді, мына машина бәрі дейді да. Үйреніп қалған ғой тыныштыққа ше. Сол кайф, тыныштық қой. Максимум потолок шулайтын үйде 2 қызы ғой болды. Оған да шыдамайсың ғой. Охота, рыбалка деп.
Сағатқа да ауыл кайфы сол ұстап тұрған адамды жібермей тұрған тыныштықшы. Сәлеметсің. Махан шақырып отыр, қазір келеді. Пока өзім. Минутта музыкальная пауза. Новый клип. Қарсы алыңыздар. Солнце светит только для тебя. Ты моя любимая, ты моя хорошая, ты моя девчонка, девочка моя. Нұртбек, өшің тұртта тайды ғой. Иә. Махан айтты ғой, мал келеді деді ғой. Мал бізден маңыздырақ. Короче, 3 дейін ойнаймыз. Кім ұтылып қалады, сол будни тебеміз. Сендердің ұтылып қалу әдет еді ғой. Иә, құрметті достар, біз Сако екеуміз жеңіске жеттік. Мына екеуі көттеріп жүреміз. Мал келді достар. Значит, Нұртілек біздің қасымыздан табылды деген сөз. Нұртілек, рахмет саған, көп әңгіме күшті болды, бәрі күшті болды, бірақ біз вообще ойын ойнаған жақсы көреміз. Ұмытылып қалған бір ауылда қалған балалар вообще ойлап көрмеген ойындар бар ма? Шілдік деген ойын бар. Төрт бала жауып кетеміз ғой. Қандай? Шілдік деген. Атын айтып тұр ғой, қала естімеген. Кет, онда шүлдік ойнаймыз. Дөңгелек қылып сызамыз. Қазан қылып мына жерді қазасың. Мынандай ағаш қазір кесіп аламыз. Тағы бір ағаш болады, қолыңда осындай өзің. Көтересің. Ұрасың ше, командаға бөлінеді. Мен қарай мұнда лақтыруың керек ше, түсіруің керек мына шеңберге. Адам. Көк бар емес. Не ғой? Алло. Бейсбол. Бейсбол. Бейсболдың, короче, қазақша таза ауыл башқа. Оказывается, бейсбол қазақтан шыққан шүлдік екен оның аты.
Салмағы сағыныштың ең ауыр ма, сағынсаң келсең жендел кел ауылға. Бір жола келмесең де тым құрса, келсеңші тынығуға, демалуға. Ауыл солай биікте қалу керек, сол ауылға ерінбей бару керек. Адамның кіндік қаны тамған жерге маңдайын терде таму керек. Цыган.